12 билейтін ханшайым. Бір патшаның 12 қызы болыпты. Ол қыздарын үйден шығармайды екен. Сондықтан әр түн сайын ол қыздарының бөлмесін құлыптап тастайтын. Бірақ ол күнде қыздарының аяқ киімдерін киіп бір жерге барып жүргендігін көреді. Патша олардың қайда және қалай баратынын біле алмайды. Сондықтан ол бұл жұмбақты шешкен адамға бір қызы мен патшалығын беруді шешеді. Бір күні сол патшалыққа сарбаз келіп, ханшайымдардың жұмбағын шешпек болады. Жолда оған бір кемпір көрініп, былай дейді: «Саған ханшайымдар су береді, ал сен оны ішпе», деп айтып кетеді. Оған қоса ол сарбазға өзін көрінбейтіндей етіп жіберетін сиқырлы күртені береді. Сарайдағылар сарбазға жаңа киім беріп, тамақ беріп, оны қонақ етеді. Ханшайымдар оған су құйып береді, бірақ сарбаз оны ішпейді. Сөйтсе, оның ішінде ұйықтататын дәрі бар екен. Сарбаз ұйықтағандай болып, ханшайымдарды бақылайды. Ең үлкен ханшайым төсегін басып қалғанда, жердің астында бір саты пайда болады. Барлық ханшайым сатымен түскен соң, сарбаз да олардың арттарынан барады. Ол өзінің көрінбейтін күртесін киіп алады да, ешбір ханшайым оны байқамайды. Бірақ асығып жүріп, ол ең кішкентай ханшайымның көйлегін басып кетеді. «Біреу менің көйлегімді басты», дейді ханшайым. «Жоқ, мұнда ешкім жоқ», дейді өзгелері. Сосын олар алтыннан жасалған ағаштардың арасынан өтеді. Сарбаз бір ағаштың бұтағын жұлып алғанда, оны әлгі кішкентай ханшайым естіп қояды. «Сендер мұны естідіңдер ме?» деп сұрайды ол әпкелерінен. Бірақ олар оған мән бермейді. Енді олар күміс ағаштарға тап болады. Сарбаз тағы бір бұтақты жұлып алады. Оны естіген ханшайым шошып секіріп кетеді. Соңында барлығы гауһар тастар өсіп тұрған ағаштарға келеді. Сарбаз тағы бір рет бұтақты жұлып алғанда, кішкентай ханшайым айғайлап жібереді. Сонда үлкен ханшайымдар: «Ол бізді қарсы алып тұрған мылтықтардың дауысы», дейді. Гауһар тасты орманның ар жағында бір көл бар екен. Ол көлде 12 қайық пен 12 ханзада тұр екен. Ханшайымдар қайыққа отырып, түні бойы ханзадалармен билейді екен. Қайтып келе жатқанда, сарбаз ең үлкен ханшайымның қайығына отырады. Билеп шаршаған ханшайымдар үйге келе салысымен ұйықтап қалады. Кейін сарбаз алтын, күміс және гауһар бұтақтарды көрсетіп, патшаға жұмбақтың шешуін айтады. 12 ханшайым өз көздеріне өзі сенбейді. «Құттықтаймын, енді сен менің бір қызыма үйлене аласың», дейді патша. Солай сарбаз патша атаныпты.